Осы аптада мәжіліс депутаттарының қатысуымен өткен спорт және дене шынықтыру мәселелері бойынша заң жобасының таныстырылымы қызу талқыға түсті. Туризм және спорт вице-министрі Серік Маратұлы Жарасбаевтың баяндамасынан соң депутаттар сұрақ астына алып, ашық наразылықтарын білдірді. 180 спорт түріне ақша бөлу ол өте көп. Мынау аяққа бір 4 жылдың ішінде Қазақстанның жоғарғы жетістік спорты біздің өзіміздің көршілерімізден қалып бара жатыр. Ұлттық спортты біздер қолдаған көріп жатқан жоқпыз. Мына заңдан да біз көріп тұрған жоқпыз. Халық қалаулыларын ашындырған нәрсенің бірі 180 спорт түрін қолдау. Қазыбек Иса аталған мәселеге қарсылығын ашық білдіріп, нақты мысал да келтірді. Барлық нәрсе салыстырмалы түрде болады. 83 миллион халқы бар Германияда 18 спорт түрі. Сонда біз 10 есе көппіз. 70 миллион халқы бар Ұлыбританияда 19 ғана спорт түрі. Одан да 10 есеге жоқ. Ал мейлі олар Еуропа спортты білмейді. Біз шығыс Орта Азия халқымыз дейтін болсақ, Өзбекстанмен салыстырайық. Бізде 2 есе көп, оларда да 17 спорт түрі, 10 есе көп. Бұл қандай батпан керек жоқ. Қазақта спорт қатты дамып кетті ма? 180 спорт түрі деген ұғымға кірмейді. Дәулет Тұрлыханов та 180 спорт түрінің шамадан тыс көп екенін және тиісінше оған қаржыда көп кететінін атап өтті. Соның өзінде кейбір өңірлердің әдейілеп спорт саласын дамытпай отырғанын сынға алды. 180 спорт түрі бұл республикалық бюджетке, жергілікті бюджетке үлкен салмақ салады, шынын айтса. Бүгінгі күні Олимпиада спорт түрлерін дамытпай отырған облыстар бар, принципиально. Бұл Жамбыл облысы, мысалы, батыстағы Маңғыстау мен Атырау облыстары Олимпиада бағдарламасына кіретін қыздар спорт түрі бар. Білесіз ғой, да, Серік Маратұлы? Соны қарап отырып, сіздер бүгінгі ешқандай құзырлы орган ретінде жұмыс жасамай жатсыздар. Дауысы қаттырақ шыққан депутаттардың бірі Таңсәуле Серіков болды. Ол осы 180 спорттың ішінде атын естімеген, тіпті стриптиздің де спорт түрлерінің ішінде жүрген, ал керісінше пара спортшыларға тиісті көңіл бөлінбей жатқанын жеткізді. Пенчак, силат, биатл, триатл, пентак, текбол, унифайт, черлинг, спортивное рыболовство. Но кейбір спорт түрлері өз Қазақстан білем екен, бұл қандай спорт екен? Сосын кен тұрбаға мініп стриптиз көрсететін спорттың аты қалай еді? Спорт на пилоне деген ол да жүр. Неолимпийские виды спортаға біз ақшаны төлейміз, жақсы, молодец. Ал енді инвалидтер тоқалдан туған жоқ қой. Біреуін елеп атырған жоқ. Бірде-бір спорт қолдалмайды. Менің өзім бронзовый призер паралимпийского первенства по плаванию. Мен өз қаражатыма барғам. Спорттағы жемқорлықта назардан тыс қалмады. Ерлан Сайыров және Абзал Құспан саладағы бармақ басты көз қысты жағдайлардың орын алуына тікелей билік басындағы шенеуніктердің қатысы бар екенін ашына айтты. Бүгінгі таңда анау Кулибаев бар, оның айналасындағы жүрген адамдардың барлығы Қазақстанның спортына керісінше өзінің зиянын тигізіп жатыр. Осы жаңағы олигархтар, соның айналасындағы жаңағы неше түрлі туыстары, тағы бір достары барлығы Қазақстанда әртүрлі федерацияларды ашып, Қазақстанның бюджетінің қаржысын тоз-тозын шығарды. Қалыптасқан сыбайлас жемқорлықтың жүйесі. Бұған елімізді басқарған бірінші басшыдан бастап үлкен ірі чиновниктер кіріп алды бұл салаға. Әрқайсысы бір федерацияның басшысы болып алды. Сол кезде мысалы үшін антикордың басшысы болып тұрған Шпекбаев Қазақ күресі федерациясының президенті болып отырды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болған Масимов жекпе-жек па айтур тағы да бір спорт федерациясының басшысы болып отыр. Ойлап қараңыздар. Жай чиновниктер емес, біздің қауіпсіздігімізге жауап беретін, қылмыстық осы коррупциялық істер тергеумен айналысатын органдардың бірінші басшылары бәрі бір спорт федерациясын басқарып отырды. Жиынның эмоционалды сәті депутат Еділ Жаңбыршиннің сөзі болды. Спортты дамытудағы кемшіліктер мен ескерілмеген тұстарды қадап айтты. Кезінде тапсырма болды. Кемі халықтың 30% спортпен айналысу керек деп. Бәрібірде шаңғы теуе алмайды ғой. Бәрібірде трамплиннен секіре алмайды. Бәрібірде бокске бара алмайды. Тіпті жаңа бокс дамыған Маңғыстаудың өзінде спорт кешендері жетіспейді. Футболға бара алмайды олимпиадалық түрі. Сендерді Маңғыстауда талапқа сай спорт комплекс жоқ. Стадион жоқ. Сонымен көпшіліктің көңілін күпті қылған заң жобасы жұмыс тобында тағы да қаралып, тиісті түзетулер енгізілетін болды. Вице-министр кей сұрақтарға жауап таба алғанымен, бір қатарына жартылай, кейбіріне тоқталмады да. Жалпы мәжіліс депутаттардың белсенді жұмыс жасап жатқанын байқауға болады. Үкіметтің жұмыстарына дер кезінде пікір білдіріп, министрлердің қызметін жіті қадағалап отыр. Осымен тәмам, біздің арнаға жазылып, пікір білдіруді ұмытпаңыз.